Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қатты денелердегі қысым. Оқу мақсаттары: есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану, қысымның физикалық мағынасын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау. Сабағымызды бастамас бұрын бірінші сіздерге проблемалық сұрақтар қойғым келеді. Бірінші, қолмен іс тіккен кезде неліктен бармаққа оймақ киеді? Шаңғысыз жүргенде адам неліктен қарға омбылайды? Жүк мәшинелерінің артқы дөңгелектері қос-қостан болатыны неліктен? Және төртінші сұрақ, суретте берілгендегідей күректердің қайсысымен жер қазу жеңілірек және де неліктен? Осы сұрақтарға жауап білген болсаңыздар, дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын кішігірім тәжірибе түсіндіріп өткім келеді. Ыдыс берілген, ыдыс ішіне құм құйылған, салынған. Осы шегені алып ағашқа бекітіп, осы ыдысқа екі түрлі жағдайда салады. Бір жағы шегенің жалпақ жағымен, екінші жағы шегенің үшкір жағымен орналастырады. Үстіне жүк қойған бетте өздеріңіз көріп тұрғандай, екінші суреттегі жағдайда шеге құмға батады. Бұндай екі суреттінде екі түрлі болуы, ол өздеріңіз байқап тұрғандай шегенің басының ауданына байланысты. Бірінші суретте жалпақ болғандықтан ол батпады, екінші суретте өте үшкір жіңішке болғандықтан ол батты. Яғни бұдан шығатын қорытынды: қатты денелерде бөлшектер бір-бірімен байланысты болғандықтан қысым қатаң түрде күш әрекетінің бағытымен беріледі. Және де бұл қатты денені түсіретін қысымы ауданға байланысты екенін осы тәжірибеден байқауға болады. Экрандағы келесі суреттерге қарайтын болсақ, бұл суреттерде қысым тақырыбына берілген, мысалы иненің үшкір болуы, шаңғының ауданының үлкен болуы, сонымен қатар шегенің басының үшкір болуы, немесе өзіміздің асханада қолданатын пышақтың үшкір болуы, яғни тағамдарымызды, нандарымызды дұрыс кесу мақсатында, шанышқының құлпынайға шаншылуының өзі, бұлардың барлығы қысым тақырыбына байланысты. Енді қысым дегеніміз не? Бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің әрекет етілетін ауданға қатынасы қысым деп аталады. Қысымды анықтау үшін күштің ауданға қатынасын табамыз. Яғни P тең F бөлінген S. Бұл жерде P деп отырғанымыз қысым, F деп отырғанымыз күш, S деп отырғанымыз аудан. Қысым паскальмен өлшенеді. Күштің өлшем бірлігі ньютон, ауданның өлшем бірлігі метр квадрат. Тағы да кішігірім тәжірибе жасап жіберсек, мысалы бірінші суретте көрсетілгендей оқулықты кітапты көлденеңнен орналастырып, астына алақанын қойып үстінен басатын болсақ, онда әрине біздің алақанымыз түсірілген күшті сезеді. Егер де екінші суреттегідей алақанды жанына қойып үстінен екінші қолымызбен басатын болсақ, біздің алақанымыз ешқандай да қысым сезбейді. Бұдан шығатын қорытынды: қатты денелер өзіне түсірілген қысымды бір бағытта ғана жеткізеді. Яғни бірінші суретте алақанымызға оқулықты қойып, үстіден жоғарыдан төменге қарай бағыттағандықтан күшті, сол себепті біздің алақанымыз қысымды сезді. Ал екінші суретте күш жоғарыдан төмен қарай бағытталғанмен алақанымыз жанында тұрғандықтан қысым сезілмеді. Енді келесі қысым тақырыбына есеп қарастырып өтейік. Шаңғымен тұрған спортшының массасы 90 кг, ал шаңғысының әр сыңарының ұзындығы 2 метр, ені 12 см. Шаңғышы қарға қандай қысым түсіреді? Берілгенін жазайық. Бізге берілгені масса 90 кг. Масса М әрпімен белгіленеді. М тең 90 кг. Шаңғының ұзындығы берілген, ұзындықты А әрпімен белгілей береміз. А тең 2 метр, ені 12 см. Енін Б әрпімен белгілей береміз. Б тең 12 см. Бізге анықтау керек шаңғышының қарға түсірген қысымы, яғни П сұрақ белгісі. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіретін физикалық шамаларымыз бар. Ол ені 12 см, оны метрге айналдырамыз. Яғни 12 см дегеніміз 0,12 метр.
Келесі қадам ол шешуін жазамыз. Шешуі. Және қатты денені түсіретін қысымның формасы P тең F бөлінген S формасын қолданамыз. Бұл жерде байқап тұрғандағыздай бізде күш берілмегендіктен, оның орнына ауырлық күшінің формасын қолданамыз, яғни mg, және аудан берілмегендіктен, бірақ сіздер білесіздер, ұзындықты еніне көбейтсек, ол бізге ауданды береді, А көбейтілген Б. Бұл есепте айта кететін бір нәрсе, шаңғышының бір шаңғысының ғана ұзындығымен ені берілген, ал бізге екі аяғымен тұрған кездегі қысымды анықтау керек, сол себептен екіге көбейтеміз. Енді сандарын қоятын болсақ, 90 килограмм көбейту. Еркін түсудеу бізде жуықтап алғанда 10 ньютон бөлінген килограммға тең, бөлінген 2 көбейтілген 2 метр көбейтілген 12 сантиметр. 12 метр. Осыдан шығады 1875 паскаль. Келесі тапсырма сіздерге физикалық диктант, яғни бос орынның орнына мағынасына қарай тиісті сәйкес сөздерді орналастырасыздар. Тапсырманы дәптерлеріңізге орындайсыздар. Үйге тапсырма шығармашылық жұмыс. Ағаш білеушенің үстел бетіне түсіретін қысымын анықтайсыздар. Ол үшін жаңа алдында видеода көрсеткендей, ағаштың ұзындығымен енін анықтап, аудан арқылы есептеп шығарасыздар. Егер де сұрақтарыңыз болмаса, назарларыңызға рахмет.